Төрткүл дүниенің бүгінгі көрінісі қазіргі ахуалы ұстаздардың еңбегінің нәтижесі. Себебі президент пен министр, депутат пен әкім, өнер адамы мен спорт майталманы, кәсіпкер мен құрылысшы, дәрігер мен мұғалім, барлығы да ұстаздың тәлім тәрбиесін алған жандар. Балабақшада, мектеп пен университет қабырғасында ұстаздар сусындатқан білімнің арқасында әрқайсысы жетістікке жетіп, еліміздің дамуына өз үлесін қосуда. Тарыдай болып келген бүлдіршіндердің қолына қалам ұстатып, әріп жазу мен есеп-қисаптардың қыр-сырын үйретіп, 10 жыл бойы оқытып, таудай азаматтарды алтын ұядан ұшыратын ұстаздардың еңбегі өлшеусіз. Теміртау қаласында білім беретін 29 оқу ордасы бар. Онда мыңдаған мұғалім қызмет етеді. Осындай оқытушылардың бірі Әубәкіров атындағы мектеп гимназиясында 26 жылдан бері шет тілдер пәнінен сабақ беретін Гүлден Метаева. Это мой профессиональный праздник, один из самых любимых праздников. Ұстаздар күні менің сүйікті мерекелерімнің бірі. Бұл күні күнделікті өтіп жатқан сабақтарымызда ерекше көңіл күймен өтеді. Оқушылардың бізге деген назары мен сүйіспеншілігі артады. Өзімнің білім беріп жүрген оқушыларымнан жылы лебіздер естіген кезде ерекше сезімге бөленемін. Сол себепті бұл біз үшін ерекше күн. Жоғарғы оқу орнын тәмамдап, білікті маман атанғалы өзінің еңбек жолында 10 жылдан астам Теміртау қалалық номер 20 мектеп лицейінде ұстаздық етіп келе жатқан Александра ұстаз мамандығын таңдағанына еш өкінбейді. Ол үшін оқушылармен кездескен әр күн мерекеге тең. Честно, наверное, просто день. Шынымды айтсам, мен үшін ұстаздар күнінің маңызы көп емес. Себебі оқушылар бізге күнделікті алғыстарын айтып жатады. Бар болғаннан дәл осы күні мамандыққа қатты көңіл бөлу арқылы оқушыларға мамандықтың қаншалықты маңызы зор екенін түсіндіреді деп ойлаймын. Үш тілділікті қолдайтын қазіргі уақытта оқушыларға шет тілінен сабақ беріп жүрген Александра мұны өзі үшін үлкен бақыт деп санайды екен. Өйткені қазіргі жас ұрпақ еліміздің ерен болашағы. Для учеников, это, наверное, еще одна возможность сказать им спасибо. Ұстаздар күні сонымен қатар біздің де оқушыларға алғысымызды білдіретін күн. Біздің оқушылар біз үшін түрлі мерекелік іс-шаралар, тосын сыйлар ұйымдастырып жатады. Бұл әрине балалар үшін де жақсы көңіл күй сыйлайды. Біздің қоғамда неше түрлі мамандық бар. Мамандық көп болса да, адамды маман қылатын адам ұстаз. Осы сәтте адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан деген Абайдың сөзі еріксіз есімізге түседі. Ұстаздардың еңбегін ұлы ететін өздері емес, шәкірті десе қателеспейміз. Білім нәрімен сусындатып, үйретуден талмаған ұстаздардың сан жылдар бойғы еңбегінің жемісі аяулы әрі білімді шәкірт. Сондықтан да шәкірт мойнынан да үлкен жауапкершілік жүктеледі. Мұғалімі қандай болса, қоғамы да сондай болмақ делінген. Бұлжымас заңдылық ерте уақыттардың өзінде ақ белгілі болды. Адамзат өркениетінің даму тарихында жақсы мектебі мен мұғалімдері бар мемлекет қана озып шыққан.